сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер? Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өзімнің спагетти пісіретін әдісімен бөліскім келіп тұр. Видеоны соңына дейін көріңіздер. Тауық еттің табада пісірген кезде мен крышкасын жаппаймын. Қызарғанша қуырамын. Тауық етіне жарты қасық тұз және бұрыш қосамын. Помидор және болгар бұрышының жартысын тауық етімен бірге қуырамын. Асты жабыспау үшін қайнаған су құямын. Табаның крышкасын жауып, жай отына қоямын. Томатный паста қосамын. Қайнаған су құямыз. Сосын табаның крышкасын жауып, подливаны қайнату керек. Газды қатты отқа қоямыз. Подлива қайнағаннан кейін тұздаймыз. Подливаға спагетти қосамыз. Спагеттінің үстінен тағы да қайнаған су құямыз, себебі су спагеттиді жабу керек. Спагеттиді 5 минут қайнатамыз. Мінеки 5 минут өтті, біздің спагеттиміз осындай болып тұр. Спагеттінің астын басып, жай отына тағы да 6-7 минут пісіреміз. Мінеки біздің тағамымыз дайын. Осы рецепт бойынша менің спагеттим өте дәмді болып шығады. Сіздерге жасап көруіңізге кеңес беремін. Қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Лайк және подписка қоюды ұмытпаңыздар.
келесі видеоға дейін сау саламатты болыңыздар.